Сәлем everybody. Мына проституткаларға рахметімді айтамын. Осы проституткалардың арқасында қазір осы YouTube каналдан ақша тауып бастырып кеттім. Примерно 1 жыл бұрын осы YouTube каналды создавать еттім. И өзім жаңағы стендап оқимын деп шештім. И өзім жаңа стендапты жазам, и өзім выкладывать етемін ғой YouTube-ға. И бірінші стендапты жаздым, 10 минуттық, YouTube-ға выложил. И содан кейін обед кезінде салдым, и кешке барып қараймын ғой. Енді бірінші өзің YouTube-ға салған стендапың ғой. Енді былай алғанда өзің үшін кәдімгі деген мықты, бәрін жыртатын видео сияқты болып көрінеді екен. И ананы өзіме деген кәдімгі шедевр болып тұрған, анау деген шедевр. И өзім кәдімгі былай эйфорияда жүрмін. Біріншісін салдым, баюдың бірінші жолын бастадым, скоро байып кетемін деп жаңағы видеоны салдым. И кешке қарасам тек қана 4 просмотр ғой, 4 просмотр. Бүкіл настроением бәрі түсті. Содан берілмей, бір аптадан кейін тағы бір стендап жасап, тағы салдым. Ол да кешке барып қарағанда примерно 7-8 просмотр жинады ғой. Үшінші рет тағы салдым, ол да 4-5 просмотр жинады, болды. И содан кейін жаңағы ютуберлардың нелерін қараймын ғой, советтарын. Не істеуге болады деп. Көбісі былай айтады да, бірінші салған видеоңның примерно 1 сағаттың ішінде жақсы қаралым болып, охват жинап кетсе, онда ол ары қарай оны тоқтата алмайсың, ол ары қарай уже кетеді. Важно дейді, бірінші салғаннан кейін қаралымдар кәдімгідей важно дейді. Қанша көп болады, сонша ары қарай тез көтеріліп кетеді дейді. И содан үйге келдімде примерно маңдай ход жасадым ғой. Принтердан примерно 1000 штук маңдай кішкентай листовка шығарып алдым. Өзімнің каналым Alibaba стендап деген каналым, соған подписывайтесь деген листовкалар шығарып алдым да, бәрін кесіп, шығарып, дайындап. И видео салдым, бір стендап. И содан кейін видеоны салғаннан кейін сыртқа шығып кеттім ғой көшеге. Листовкалар таратайын деп. 1000 штук листовкам бар қолымда. Листовка таратып бастадым ғой. Надежда былай. Жаңа 1000 штук таратам, 1000 штук адам қарайды, жазылады, и сразу видеом залетит. Оказывается, қазіргі біздің заманда листовка тарату деген самый қиын жұмыс екен ғой. Біріншіден ұят. Екіншіден адамдар листовканы таратып жүрген адамды көрсе, кәдімгідей бір, қалай айтсам екен, бір жануарды ма, бір құбыжықты көргендей қашады екен адамдар. Бүйтіп өзі келе атсаң, листовканы алып, ана же 5-6 адам келеді, бүйтіп бастайды олар. Зигзаг өзі бүйтіп бастайды. Кейбірлері қасыңа келгенде телефонды өтірік, алло, деп көрмеген сияқты қасыма өтіп кетеді. Содан жаңағы кейбірлеріне беріп жатыр мен листовка. Ол листовка бергендер примерно бір 5 метр жүргеннен кейін бірінші урныға аппаратта бүйтіп пысақ кетеді ғой. Ана жерде кәдімгідей қиындығы сол екен ғой, ананы көру. Ананы көру деген кәдімгі страшный чувство екен ғой. Өзің ананы үлкен надежда, үміт артасың анаған жаңаға. Анау жазылатын болды ғой, жақсы болды ғой деп кәдімгідей берген алған адамға. И ол баратта ана жерге тысақ кетеді ғой орныға. Ананы көргенде кәдімгі ананы отырып көзің майын тамызып қиып отқаның бәрі есіңе түседі. Содан жаңағы бір кісі келді де, бүйтіп кәдімгідей бір кісі келді де, қолымнан алды. И 2 метр жүрді де, бір кезде қайтып келді маған айтады: бауырым, мен сенен мынаны алдым ғой. Мен қазір бұны дейді, мына жердегі орныға тастамай-ақ қояйын. Үйге барып, мусорный ящигіме тастарым. Қазір мына орныға тастап, сенің жүрегіңді жараламай-ақ қояйын. Кәдімгідей тіке айтты. Бір кісі келе жатыр екен, қолында 2 сумка. Бардым да айттым: ағасы, листовка, Alibaba стендап, YouTube канал десем,
екі қолында екі сумка. Енді мен қайда ал деп тұрсың? Әкел онда аузыма алайын. Ұялмасаң бер аузыма. Мен де ұялған жоқпын. Алдым да аузына салып жібердім біреуге. Иә. Содан не қиындығы еще мынандай екен. Бір кезде екі полицейский келді ғой қасыма. Екі полицейский келіп маған айтып, не таратып тұрсың, не агитация мынау дейді. Білгім жоқ, біртүрлі шошиды екенсің ана жерден. Қайсы, не таратып тұрсың дейді. Сосын айтам, өзімнің YouTube каналымның жаңа рекламасын таратып тұрмын деп. Қайсы, қандай канал деп. Алып, бүйтіп, каналымды қосып қарап жатыр ғой бүйтіп. Ана жерде кәдімгідей мәз болып тұрмын ғой мен. Бір адам кәдімгідей қарап жатыр. Ақуатым көтерілетін болды ғой. Ойымда сол. Аналар қазір менің осылай таратып тұрғаным үшін мені деген алып кетіп, штраф салады-ау деген ой жоқ. Главный ойым, қарап жатыр ғой главный. Ақуатым көтерілетін болды ғой, мәз болып тұрмын. Бір кезде айтады, мынаның ішінде кішкене бір нецензурный сөздер бар ғой. Қазір сен таратқанда балдар алады, нелер алады. Мынаны таратуға болмайды, давай сен үйіңе бас деп. Екінші рет көрмей-ақ қойын деді. Жақсы деп жаңағы. И так почти бәрін таратып едім негізі. Шығып алып бастым, үйге келдім. Үйге келіп, жаңағы ана таратып тұрған кезде именно YouTube-қа кіріп қараған жоқпын ғой. Жазылып жатыр ма екен адамдар, жазылып жатқан жоқ екен деп. Специально өзім шыдап тұрмын. Қарағым келіп барады, адамдар жазылып жатыр ма екен деп берген адамдар. Бірақ сонда да қарамай, үйге барып, қорытындысын бір қарайым деп тұрдым ғой. Үйге келдім деп, YouTube-ты ашып, бісміллә деп басып кіріп қарасам, творческий студиямды. 1000 листовкадан тек қана 3 адам жазылған ғой. И 17 адам қаралым болған ғой. Ёлки-палки. Кәдімгідей настроение түсіп, енді не істеймін деп. Примерно бір жұмадай вообще ол жайында ойламай кеттім ғой. И бір күні жұмыстан келе жатсам, жаңа машинамен үйге қарай. Жолдан бір шал, примерно 60-тағы кісі ғой, шал деп айтуға да келмейді, қол көтеріп тұр. И үй жаққа кетіп баратқасын енді алып кетейін деп, бір 500 теңге болсын жасап алайын деп тоқтадым. Ана шал отырды. Сосын маған айтады, таксовка ма деп, мен айтам, үйге қарай кетіп баратқасын, жайлап кішкене таксовать етіп баратқаным ғой. Бечиш, ақшасын төлеймін. Ана мені бір проституткаларға апаршы дейді. Мен айтам, қанша төлейсіз? Солай, давай кеттік онда дедім. Ақшасы жақсы екен. Келістім. Сөйтіп жаңа Оралдағы, осы Орал қаласындағы проститутка жүретін жаңағы под мостом депоның астыға апардым. Ол жердегі проституткалар жаңа шалға ұнамады. Одан жаңа екінші ана атын айтпай-ақ қояйын, енді бір кафешкінің алдында тұрады. Сол жерге апардым саунаның. Ол жерден ұнамай қалды. Үшінші жерге апардым саунаға. Ол жерден ұнамай қалды. Кәдімгі талғамы жоғары, талғамы өте жоғары. Содан жаңа төртінші бір кафеге апардым. Сол жерден кәдімгі өзіне бір жас бір проститутка тауып алды. Сол жерде қалды сосын. Сол шалмен бір 2-3 сағат жүрдім. Сол 2-3 сағатта Оралда қай жерде проституткалар тұрады, қанша бағасы, қандай болады, жаңағы қай жерге апару керек, соның бәрін біліп алғансың ғой. И екінші күні сол историяны, сол жүріп өткен жолымды история қылып, кәдімгі стендап қылып шығарып салдым ғой YouTube каналға. И ұмытып кеттім, бір 3 сағаттан кейін қарасам, жаңағы салған видеом 5000 просмотр жинап тастаған 3 сағаттың ішінде. Шошып кеттім өзім. Тағы бір сағаттан кейін қарасам уже 7000. Тағы бір сағаттан қарасам уже 9000 ғой. Мәссаған. Содан кейін жаңа ютуберлардың советтарын қараймын ғой. Бір видео атса, бір тематика, значит сол тематиканы ұра беру керек дейді. Содан жаңағы Алматыға бір барған сапарым бар еді. Сол Алматыға барғанда бір проституткалармен бір пересекаться еткен кезім болып еді. Соны айтып бердім жаңағы стендап жасап. И оны қарасам, ол да бір какой-то моменттің ішінде атып атыр ғой кәдімгідей. 4000 болды бір сағаттан кейін 8000 болып кетті уже. Мәссаған, не болып кетті бұл? Жүзекшілер мені кәдімгідей
алға сүйреді ғой. И осы 2024-те Германияға барғам. Германияға барғанда да бір проституткалармен кішкене бір жаңағы пересекаться еткем. И соны айтып бердім ғой. Ол вообще кәдімгідей атты ғой. Міне мына видео. 60 мың ба 70 мың ба просмотр болып кетті ғой. Содан кейін енді тоқтамайын деп жаңа өзім банкта істедім сол кезде. Сол банкта бір проститутка келген маған деген кредит алам деп. И соны жазғам, соны салып жібергем. Одан енді кешке келіп қараймын ғой, енді бір 50 мың болған шығар деп қарасам, 100 просмотр болды. Атпай қалды, короче, видео. Содан кейін енді вывод жасадым енді. Менің оқырмандарым жаңағы проституткаларға тойған болып тұр ғой, жарайтын болып тұр ғой деп. Содан не болса да енді осы проституткалар туралы видео салғаннан 15 подписчигім болды басында. 15 подписчигім бір примерно 4-5 видеом 200 просмотр жинаған болды. Осы проституткалардың темасының арқасында 1500 подписчик жаңа бір айдың ішінде. И 8 мың ба 9 мың ба сағат просмотр болып қалды ғой. Сөйтіп YouTube-тың условиясын орындап, қазір уже YouTube ақша беріп жатыр, мынандай ақша қазір жинап қойдым. Ертең $100 жеткенде уже алам бірінші суммасын. Ал бүгінше осы, қолдап, подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Келесі кездескенше. Alibaba стендап.